Баршаңызға ассалаумағалейкум. Шыңғысхан мен қазақты не байланыстырады? Шыңғысхан қазақтан шыққан ба? Бұл сұрақ бәрін қызықтырады. Кезінде орыстардың отарлау саясаты кезінде тарихымыз бұрмаланып, Шыңғысхан түгілі өзіміздің қайдан шыққанымызды таппай тентіредік. Ал қазір көмескі болған нәрселердің беті ашылып, халқымыз төл тарихын толықтырып, шежіреміз жаңғыруда. Біздің міндет сол заманның қасіретін ұмытып, өзімізге тиесілі тарихымызды жандандыру. Сонымен, Шыңғысханның шығу тегімен туған жеріне келер болсақ, қазіргі тарихта оны бәрі Моңғолдың ұлы ханы, әлемнің жартысын билегенімен таниды. Шыңғысхан шынымен моңғол болған ба? Осы мәселе төңірегінде көптеген даулар болып тұрады. Оның себебі кезінде бір тудың астында жиналып, Азия мен Европаның ат тұяғымен таптаған түркі-моңғол халықтары қазіргі кезде тарыдай шашылып, Азияның жер-жерінде мекен етеді. Міне сол шашыраған елден шашыраңғы тарих шығып, бір нұсқаға түсе алмай жүр. Ал біз нақты зерттеулер мен жазбаларға қарасақ, Шыңғысханның мирасқорлары қазақтар екенін көреміз. Қазір сіздерге нақты дәлелдермен түсіндіріп беремін. Сонымен, біріншіден Шыңғысханның шыққан тегіне қарасақ, Қият руынан шыққан. Егер Шыңғысхан моңғол болса, моңғолдарда Қият деген ру тайпа неліктен жоқ? Ал енді қараңыз, дәл сол Қият руы қазіргі кезде қазақ, қарақалпақ, өзбектер құрамынан табуға болады. Бұл дегеніміз Шыңғысханның шыққан тегі Орта Азия халықтарынан екенін көрсетпей ме? Екінші дәлел Тілеуберді Әбенайұлының көне Қытай тілінен аударған Шыңғысхан құзауырын алып қарасақ, Теміршің хан болмай тұрып Бұрқан деген тауда өмір сүрген. Ал соны қазіргі моңғол жерінде Хентей деген тау болуы керек деп тұжырымдайды. Дегенмен оған нақты дәлелдер жоқ. Алайда қазақ жерінде Жаркенттің солтүстігінде Бұрқан деген қарағайлы тау орналасқан. Егер бұны сәйкестік десеңіз, аудармада тағы бір дәлел Теміршің Бұрқан тауынан қашып Түрген тауына барып жасырынды деп жазылған. Енді қараңыз, қазақ жерінде Түрген деген тауда кездеседі. Екі тауда өздерінің байырғы аттарымен тұр. Бұл дегеніміз Шыңғысханның қазақ жерінде туылғанына, мекендегеніне дәлел емес пе? Демек, Шыңғысхан түркі тұқымы, қазақтың ата бабасы. Себебі оның мекен еткен жері, туған жері Қазақстан жерінде жатыр. Ол біздің мұрамыз, оны ешкім өзгерте алмайды. Ал ол кісінің қабірі әлі күнге дейін табылмады. Ол да мүмкін осы қазақ жерінің төңірегінде. Ол табылған жағдайда оның біздің ата-бабамыз екеніне ешкімнің дауы болмас еді. Шыңғысханның ата-бабамыз екеніне енді бір дәлел, ол Шыңғыс ұрпақтарын бізде ертеде хан етіп сайлаған. Керей Жәнібек Шыңғыстың тікелей ұрпақтары. Ертеде оларды төрелер деп атаған. Тарихи кітаптарда ақсүйектер деп те атаған. Олар кезінде өзіне қарасты ұлыстарды басқарған, би-шешендердің төрелігі Бұхараға жүрсе де, төрелерге жүрмеген. Олар тек ханның айтқанына бағынған, және олар өлім жазасына кесілмейтін болған. Ол деректерге сүйене келе Шыңғысхан қазақ деген пікірге келісуге болады. Ал Шыңғысханның өзіне келер болсақ, ол тарих кітаптарында сипатталуы бойынша дене тұрқы, көзі кіріңкі келген, беті шығыңқы, бойы аласалау келген, иықты төртпақ адам болған. Оның ұлы хан болуының себебі ол өте парасатты болуында. Ол кезде бір қарапайым тайпаның ішінен суырылып шығып, хан болуға дейін жету ол екінің бірінің қолынан келе бермейді. Бүкіл Азиядағы түркі-моңғол тайпаларының басын қосып, ұлы хан болу тіптен ғажайып. Оның тарихта ойып тұрып тарихтың бетінен орын алуда осының дәлелі болар. Шыңғысханның көп әйел алғанын бәріміз де білеміз. Оның себебін тарихта былай деп түсіндіреді. Шыңғысхан ертеде бақсыларға сенген деседі, және тәңірге табынған. Дінге табынушылық болмаған. Бірақ әрбір елді басып алған сайын мешіт шіркеулерге тиіспейді екен. Ол әрбір басып алған жерінен әйел алып некелесіп отырған. Ол бір жағынан басып алған жермен қарым-қатынасты нығайту үшін болса, енді бір жағынан ұзақ өмір сүру үшін көп әйел алғанды мақсат тұтқан деседі. Ол ұлы хан болғандықтан ұзақ өмір сүргісі келген. Ал бақсылар оған көп әйел алсаң ұзақ өмір сүресің деген. Сондықтан шығар Шыңғысхан өмірінде 500-ге тарта әйел алған деседі. Қазіргі таңда әлемде оның тұқымы 20 миллионға жетеді екен. Шыңғысхан соғыстарына ылғи да ақылы мен айласының арқасында бәрін жеңіп отырған. Ол әрдайым сарбаздарын еркін қылып ұстаған. Бұл да оның айласы шығар. Әрдайым жаужүрек батырлары жеңген жерінен қыздарды өз мейлінше алуға рұқсат беріпті. Сондықтан батырлары қасық қаны қалғанша айқасады екен. Және оның бұйрығы бойынша бүкіл еркек кіндікті өлтіріледі екен. Мейлі жаңа туған нәресте болсын.
ал соғыссыз берілген елге ол ештеңесіне тиіспеуге уәде береді екен. Және уәдесін орындап отырыпты. Ол ешқашан шіркеу мешіттерге тиіспеген. Оның өміріндегі ең ауыр соғысы Отырарға жасалған деседі. Бұл соғыс Шыңғыстың оңайын сарп еткен. Кішкентай Отырардың осынша алынбайтын қамал болатынын ол күтпеген шығар. 200 мың әскермен оңай бойы кішкентай Отырарды ала алмау Шыңғыс ханның беделіне үлкен дақ келтірген. Ол ерекше ашуланған. Алайда әр жерде әлсіздік болады. Отырардың қақпасын өз ішінен шыққан сатқан Қарашоқы ашып береді. Осылай оңай бойы алынбаған Отырар 6 күнде жоқ болады. Шыңғыс хан ашуына мініп Отырарды тып-типыл етіп өртеп жібереді. Бірақ Отырар бірліктің қандай болатынын Шыңғыс ханға дәлелдеп кетті. Бұл жерде Отырар ханы Қайыр ханның ерлігін тіпті Шыңғыс ханның өзі мойындаған екен.